Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Coinbase CoinList платформасына шыққан токен сейл жайлы қысқаша ақпарат бере кетемін. Онымен қоса бізде CoinList платформасында карма деген пайда болған болатын. Егер сіздер карма деген не екенін білмесеңіздер, карма дегеніміз сіздер как будто бір рейтинг секілді болып табылады. Сіздер максималды түрде CoinList платформасында активно отырсаңыздар, там трейдинг жасайсыз ба, стейкинг жібересіз бе, және тағы басқа іс-қимыл жасасаңыздар, сіздерге карма жиналады. Мен мысалы делік 200 карманы қалай жинадым? 200 карманы мен жинау үшін осы жерде мен про трейдинг бар, про трейдингке кіріп токендерімді сатқан үшін, то есть бір транзакция жасаған үшін маған 100 карма берді. Мен 2 транзакция жасадым, маған 200 карма берді. Осылай сіздер кармаларыңызды жинасаңыздар болады. То есть бұл трейдинг арқылы бір вариант болып табылады карма жинаудың. Онымен қоса там стейкинг жасасаңыздар болады, там кредитке ақша берсеңіздер болады. То есть бұл жерде осылай карма жинайсыздар. Карма көп болса сіздер токен сейл болатын токен сейлға очередь аласыздар. Примерно осылай. Алдағы уақытта бізде тағы бір токен сейл шықты, то есть алдағы уақыт емес, уже токен сейл шығып кетті. Мен ол токен сейлді өзімнің телеграм арнамда берген болатынмын. Міне телеграм арнамда қателеспесем мен қашан жаздым оны? Так, 30 сентябрь жазыппын да. Да, 30 сентябрь жазыппын ол токен сейлді. Енді қазір видеоны түсіріп жатырмын. Әрине, әзірше уақыт бар, 11 октябрьға дейін регистрация өту керек. Короче, ертерек өтсеңіздер, ертерек жақсы үлгересіздер кіріп. Міне Goods Unchained деген проект, NFT проект, игровой проект. Бұл проекттің сайты міне игровой сайт. Әрине кіріп ойнасаңыздар болады. Ойнаған кезде сіздер там болашақта ойнаған адамдарға может быть airdrop таратуы мүмкін. Ондай да хабарлар естіп жатырмын. В принципе, болды. Осы жаққа кіріп регистрация барлығын заявка бересіздер. Ол жайлы мен видеоларым бар. Осы жерге заявка берген кезде, то есть сұрақ қойды. Сол сұрақтың дұрыс жауаптары менде осы телеграм арнамда жазылған. Міне жақта барлығы пошагово жазылған, қандай биржаға регистрация жасаған дұрыс, қандай биржамен қолданамыз. И жақта бізде Goods Unchained жауаптарға осыған клик басып, дұрыс жауаптарын оқып шықсаңыздар болады. Онымен қоса осы CoinMarketCap сайтында мен өзімнің портфолиомды жасап жатырмын. То есть портфолио дегеніміз сіздер определен бір монета сатып алсаңыздар, монетаны қанша баға сатып алдыңыздар, қашан сатып алдыңыздар, және қандай көлемде сатып алдыңыздар, осының барлығын мен жазып отырамын. Міне осында менде монеталар қазір бар: Biswap, Trust Wallet, Polkadot, Huobi, Internet Computers, ISP дейді, Cosmos, Litecoin, Cardano, Polygon, биткоин жазбаппын жаққа, тоже эфирим жазбаппын. Биткоин менде қателеспесем $300 шамасында биткоин жатыр менде. Эфирим аз, эфирим не үшін аз екенін білмеймін. Эфирим әлі алу керек походу алдағы уақытта. Бұл токендердің бір бөлігі ғана, бұдан басқа мен токендер әлі бар. Бұның барлығын әлі тіркеген жоқ. Менде общий токендердің бағасын қосқан кезде бір $5000 жақындау керек. Міне осындай мен сіздермен портфолиомен бөлістім. Міне осы мен токендер жатыр менде қазіргі уақытта. В принципе, достар, осылай. Егер қосымша сұрақтарыңыз туындап жатса, маған жекемен қойсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк, подпискаларыңызды басып отырыңыздар. Келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық.